Assalomu alaykum, hurmatli dostlar. Bugun men sizlarga geodeziyadan dalada o'lchangan yamada dalada olingan natijalarni tekshiruv ham hisoblov, ishlar shanjarini dastlabki hisoblov bo'yicha qisqacha tushunib berib o'tmoqchiman. Baylanıştırışı yamasa, tığızlaştırılgan yamasa birikken üşmeşliklerдің tarafları, onlarda qalay hesaplav, aralık üşmeşliklerдің tarafları, onlarda hesaplav yolları, üşmeşlikler tarafları uzunluğun sinusluk formulada hesaplav boyunca qisqacha tushunib bermoqchiman. O'zlaringizga belgili, geodeziyada hesaplavlar arqali aniq tavslarga жетісі мүмкін болғанлығы үшін дала жұмыслары толық ішлеп болынғаннан кейін арнаулы журналларда барлық хисап кітаптар тексеріледі. Атап айтқанда, үлгілердің арифметикалық орташалар мәнісі, өлшенген орташа көрсеткіштер, нөлге дейін кемейтірілген жөнеліслер табылады. Осының менен бірге олар индивидуал өлшеулер һәм барлық техникалар үшін белгіленген өлшеулерде жұмақлардың тура келмеслігі, өз ара колматациясы, қателіктердің анықтықтан екі тарапқа қарап шайқалуы, ямаса ауытқуы, муафиқлығын тексереді. Бұл жерде орайластырушы бетлерде төмендеу һәм қадағалау мүйеш элементтерінің бағалары, соның менен бірге пронстейлардың тоғры дизайны тексеріледі. Тексеру нәтижелері аты журналарында һәм орайластыру журналарда анық көрсетіледі. Кетті. Бұл суретте зерттелген жөнеліслер һәм мүйешлер менен тармақтың жайласуы көрсетілген болып, үш мүйешлікте триангуляцияның өзі не осы көрсетілген сурет арқылы білуге болады. Мінекей бұл жерде, бұл көріністе бірнеше үш мүйешліктер көрініп, міне диққат етіп қараған болсаңыз, бірнеше үш мүйешліктерден iborat болып, осы үш мүйешліктердің бір-біріне жайласуы, олардың сыртқы ұлума бір-біріне біріккен тарифлеріне бір-біріне келуі, араларында тығызласып белгілі бір фигураны пайда етуі, триангуляцияны пайда етеді. Триангуляцияларды ямаса тығызластырылған үш мүйешліктер шынжырын дәслепке анықлау ямаса шешу мәселесі. Үш мүйешліктер дәслепке анықлануы, белгіленуі һәм қысқару үшін оңлау, оларды жөнлеу, туырлау жұмыслары әмелге асырылады. Қоңсылас үш мүйешліктер ұлума тарифлері бірлестіруші деп аталады, сыртқы тарифлер бірлестіруші тарифлер деп айтылады, ал қалған тарифлер болса аралық деп айтылады. Аналогия бойынша көрсетілген мүйешлердің бірінші, екінші, төртінші, бесінші һәм тағы басқа да мүйешлердің кері тарифлері байланыстырушы тарифлер деп айтылады. Бұл жерде бірінші кестеде жөнеліслердің орташа мәнісі һәм кемейттіруші элементтері көрсетілген болып, бұл жерде бірінші графада бөлімдер көрсетілген, екіншісінде кемейттіруші ямаса пәсейттіруші коэффициенттер көрсетілген болып, үшінші графада бағдардың атамалары рим цифрларында көрсетілген болады, һәм ақырғы бағанада бағдардың орташа мәністері көрсетілген болады. Тиісті пәсейттіруші коэффициенттерді қолданған халда бағдардың атамалары һәм орташа мәністері көрсетілген болады. Мүйешліктер ұлума тарифлері байланыстырушы, ал қалған тарифлері аралық триангуляция үш мүйешліктері деп айтылатын болса, үш мүйешліктердің тарифлері ұзынлығы синуслар теоремасы формуласы бойынша анықланады. Бұл жерде A1'дің мәнісі нөе,
S1'дің мәнісі нуы, идің мәнісі нуы, басқаларының мәнісі синус V1'дің мәнісі нуы, синус үлкен V1'дің мәнісі нуы. Бұлары формула арқалы анықлап шығарылып, үшмешлікте тесілі тарифлердің ұзынлығы анықлап шығылады. Үшмештіклер тарифлерінің ұзынлығын есептеу кестеде әмелге асырылатын болып, ол жағдайда мүйішлердің бағалары минутларға шекен күтілінеді, һәм сонда олардың үшмешліктегі жиындылары 1800-ге тең болу керек бір есептесіға өтіп. Триангуляциялық тығызласқан үшмешліктер бірлеспесі турлығын жумақлаушы бақылау B1 баслангыч тарифі ұзынлығын соңғы үшмеште есептелген B1 мәнісінің баслангыч мәнісі B1 менен теңдесуі біздің мысалымызда A тең B1. Екінші категориядағы триангуляция тармағы үшін баслангыч тарифтің баслангыч һәм жумақлаушы бағалары ортасындағы айырмашылық 10-нан аспауы керек болады. Hürmetli stüdentler, men sizlerge бүгінгі өтілетіғын тема триангуляция яммаса тығызласқан үшмешліклер шанжыры әмде ұсы бағдарда атыз жағдайында өлшенген дәслепке есап санақларды қайта іслеу бойынша берілетіғын арнаулы формула, тарифлердің атамалары, триангуляцияның өзі хақында һәм басқа да мәселе туралы қысқаша түсінік беріп өттім. Диққатларыңыз үшін рахмет.